Мемлекет башчысы ағымдағы жылдың 1-қыркүйегіне дейін елге әкелінген шетелдік автокөліктерді бір жолғы заңдастыру туралы жариялады. Бүгінде сол жұмыс қандай деңгейде? Қазіргі уақытта заңнамаға қажетті өзгерістер енгізілуде. Парламент салық кодексіне енгізілген алғашқы түзетулерді қабылдады. Ол заңдастыруға жататын автокөліктерді бастапқы тіркеу үшін төленетін алымды 200 000 теңге көлемінде деп белгіледі. Бір мезгілде екінші заң жобаның аясында экологиялық кодекске түзетулер енгізілуде. Ол жерде заңдастырылатын автокөліктер үшін кәдеге жарату төлемін алып тастау бөлігінде түзетулер енгізіледі. Аталған түзетулер басқа заң жобасы шеңберінде парламентте қаралуда. Одан басқа Ішкі істер министрлігі заңдастыруды жүргізудің тәртібін, шарттары мен мерзімдерін айқындайтын үкімет қаулысының жобасын дайындауда. Аталған жоба ағымдағы жылдың 29 қарашада ашық талқылау рәсімінен өту үшін Ішкі істер министрлігінің ресми сайтына орналастырылды. Қандай көліктер заңдастыруға жатпайды? Ең алдымен іздеуде жүрген немесе толық кедендік тазартудан өтпеген, сондай-ақ 2022 жылдың 1-қыркүйегінен кейін әкелінген автокөліктер. Қазір Қазақстанда қанша шетелдік автокөлік бар? Қазақстанда тұрақты жүрген шетелдік автокөліктердің нақты саны туралы деректер жоқ. Сонымен қатар, ағымдағы жылдың 1-қыркүйегіне дейін шетелдік автокөліктерге 300 000-нан астам автосақтандыру полистері рәсімделгенін анықтадық. Автосақтандырулардың ең көбі Ресейден келген автокөліктерге берілген, олар шамамен 260 000, Қырғызстан автокөліктері 25,5 мың және Армения автокөліктері 18 000-дай болады. Шетелдік автокөліктерді заңдастыру қашан басталады және ол қанша уақытқа созылады? Қажетті заңнамалық өзгерістер күшіне енгеннен кейін және тиісті үкімет қаулысы қабылданғаннан кейін заңдастыру басталады. Бұл ретте заңдастыруды жарты жылдың көлемінде өткізу жоспарлануда. Автокөліктің Қазақстанға кіру күні қалай анықталады? Кіру күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің деректер базасы бойынша айқындалатын болады. Бүгінгі күнде бұл процесс толығымен автоматтандырылған. Сонымен қатар шекара қызметінде көлік құралын әкелу туралы мәліметтер